Саламатсыздар ма? Оқу ағарту министрлігі, парламент мәжілісінің депутаттары біздің осы педагог туралы заңға қосымшалар, толықтырулар енгізулерін сұраймын. Оның да өзі ары қарай педагогтың құқығын қорғауды күшейту мақсатында. Мысалы, оқушы сабақтан қайтып, мектеп территориясына шығып, үйіне барып, киімін ауыстырып шығып, түрлі бір келеңсіз жағдайларға, оқиғаларға ұшырап жатса, яғни оған бірінші жауапты адам ата-анасы екендігін одан ары күшейту керек сияқты. Ешқандай мектеп директорын, тәрбие орынбасарын, сынып жетекшілерді қосымша түсініктемелер алып, құжаттарын тексеріп, тағы түрлі жағдайлар болмаудың алдын алу үшін осы педагог туралы заңда осын нақтылай кету керек. Яғни баланың бірінші жауапты адамы ол ата-анасы екендігін сабақтан тыс уақытта. Ал мектеп директоры, тәрбие орынбасары, сынып жетекшісі тек сабақ кезінде, мектеп уақытында ғана жауапты екендігін нақтылап, осы педагог туралы заңға қосымшалар, толықтырулар енгізулеріңізді сұраймын.